Сәлеметсіздер ме? Мұнайлы ауданы номері 11 жалпы орта мектептің 10 сынып оқушысы мен Әбдіқасым Құралай. Менің ғылыми жобамның тақырыбы айкүне жаттығулары денсаулық кепілі. Жобамның мазмұны: бірінші бөлім кіріспе, екінші бөлім негізгі бөлім. Негізгі бөлімде омыртқа аурулары және пайда болу себептері, балалар арасындағы омыртқа аурулары, қазақи гимнастика, айкүне. Айкүне жаттығулары омыртқа ауруларын емдеудегі революция. Үшінші бөлім қорытынды. Ғылыми жобамның мақсаты: адамның маңызды тірек қимыл қызметіне жауапты омыртқа ауруларын ешқандай екпесіз, ешқандай дәрісіз, бастысы жанама әсері жоқ, хирургиялық отасыз емдеуде дүние жүзінде теңдесі жоқ қазақи сынықшылықпен байланысты айкүне омыртқа ауруларына емдеуге болатынын дәлелдеу. Жобамның міндеттері: елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру жобасына сәйкес ұлттық бабаларымыздан келе жатқан көне сынықшылықпен байланысты айкүне гимнастикасын насихаттау. Ғылыми жобамның өзектілігі: дамыған заманда омыртқа ауруларын алдын алу шарасында көптеген емдер ойлап табылуда. Алайда сколиоз асқынған кезде хирургиялық отаға жүгінеміз. Омыртқаға жасалған хирургиялық ота нәтижесінде адамдарға физикалық, психологиялық кері әсерін туғызады. Осы орайда омыртқа сүйектерінің жанама әсерсіз түзейтін қазақи құнды айкүне гимнастикасын халықаралық деңгейде таныту. Зерттеу әдістері: омыртқа ауруларының түрлері мен пайда болуы себептерін зерттеу. Айкүне гимнастикасының шығу тарихын зерттеу. Айкүне жаттығуларының жасау техникасы мен пайдасы туралы іздену. Айкүне жаттығулар мен емделушілердің нәтижелерін зерттеу. Жасалған ізденіс барысындағы деректерді камераға түсіру. Ғылыми жаңалығым: денеге арналған жаттығулардың барлығы пайдалы. Соның ішінде омыртқа сүйектерін түзетуге арналған айкүне адамның бойындағы омыртқа ауыр дерттерді емдейтін, иммунитетті көтеретін әмбебап әдіс және оны дұрыс пайдалану денсаулыққа кері әсері жоқ гимнастикамен емделу дәстүрін қолға алу. Омыртқа құрылысы мен атқаратын қызметі: омыртқа жотасы тұлғаның негізгі тірегі. Адамда оның саны 33-34. Олардың 7-і мойын, 12-сі арқа, 5-і бел, 5-і сегіз көз омыртқа, 4-5-і құйымшақ омыртқалар болып келеді. Қазіргі таңда әлемдегі адамдардың жартысынан көбі омыртқа ауруларымен ауырады. Солардың ішінде сколиоз, артрит, артроз, остеохондроз, остеопороз, буын аурулары, грыжа секілді аурулармен ауырады. Ол аурулардың пайда болу себептері тұқым қуалаушылықтан, дәрумендердің жетіспеуінен, салауатты өмір салтын ұстанбаудан және дұрыс отырмау мен денеге түскен ауыр салмақтан пайда болады. Айкүне сөзі ай және көне деген сынықшылықтан бастау алатын қазақи гимнастика. Қазақи гимнастика айкүненің негізін қалаушы Абай Баймағамбетов. Назарларыңызға айкүне жаттығуларын ұсынамын. Сколиоз ауруында тегіс жерге орындық үстінде тік отырып, кеудені барынша алдыға көтеріп, мойынды созамыз. Екі жауырынды барынша бір-біріне жақындатамыз. Құйымшаққа салмақ түсіреміз. Омыртқаға салмақ түсіру арқылы омыртқаны түзейміз. Дәл осы қалыпта әр 4-5 минут сайын денені босатып жалғастырады. Дәл осы жаттығуды балалар арасында сколиоз ауруында осы жаттығумен емдеуге болады. Грыжа ауруында тегіс жерге жатып, иық пен жамбасты жерге тиген қалыпта бел омыртқаны 4-5 минут бойы көтеріп тұрады. Мен бұл айкүне орталығымен қалай таныстым? 2017 жылдан бастап омыртқам ауыра бастады. Содан соң әртүрлі дәрігерлерге барып қаралдым. Дәрігердің маған қойған диагнозы сколиоздың 2-ші степені деген болатын. Сол уақыттан бастап бұл аурудың дәстүрлі түрін іздей бастадым. Сол кезде бір жерден айкүне туралы естідім. Айкүнеге барып, айкүне қабылдауында болдым. Ол жерден 2 ай үздіксіз жаттығу жасадым. Соның нәтижесінде мына снимкіде көріп тұрғандарыңыздай нәтижеге жеттім. Ол жерде біраз адамдармен таныстым. Тіпті ол жерде сколиоздың 4-ші степенімен келген адамдар да жазылып шықты. Соның бірі Сапарбаев Бекарыс болатын. Оның сол жақ жауырыны шығыңқы, ал оң жақ жауырыны кіріңкі болып, омыртқалары қисық болып, мойны қысқа болды. Бұл 2 интенсивті курстан кейінгі нәтижесі болатын. Бұл Сапарбаев Бекарыстың анасының пікірі. Балам деген иығы деген бүкір болды. Бірінші суреттен көргендегідей денесі қисық көрініп тұр көзге. Бел ауыратын баламның. Сосын мына омыртқаның қисықтығы көрініп тұр. Мына қабырғасы, сол жақ қабырғасы кіріп кеткен, оң жақ қабырғасы шығыңқы. Осындай болды балам. Содан осы бір интенсив курсын алғаннан кейін міне балам мынандай нәтижеге жетті. Иығы түзелді. Иығы енді кәдімгідей көзге көрініп тұр түзелгені. Мына омыртқалары да кішкене қабырғалары, омыртқасы кәдімгідей көрініп тұр.
Осы қазір қыркүйек айында мен 4-ші курсқа келіп отырмын. Баламның белі түзелген. Кімде-кім бұл орталық туралы күмәнда болса, бұл орталық Айкөне орталығы туралы ешқандай күмәнсіз келулеріңізге болады. Сенімді түрде келіңіздер. Қазіргі таңда Айкөне жаттығуларын білмей отаға жүгініп жатқандар біраз. Соның бірі менің көршім Сәрсенбаева Гүлжайна болатын. Ол 2008 жылы 13 жасынан бастап омыртқа ауруымен ауырып, Москвадағы Карпущин атты атақты хирургке барып, омыртқасына металл конструктор салдырған болатын. Дегенмен қуаныш көпке созылмай, металл конструктор денеге жақпағаннан іріңді сулар аға бастады. Қайтадан 2019 жылы сол салдырған хирургіне барып, металл конструкторды алдырды. Содан кейін Айкөне жаттығулары туралы естіп, Айкөнеге келіп жақсы нәтижеге жетті. Менің ұсынысым, еліміздегі ауруханаларда омыртқа ауруларымен емдеушілерге арнайы мамандар Айкөне жаттығуларын жасату. Жоғарғы оқу орындарында болашақ педагогтарға Айкөне гимнастикасы курстары енгізіліп, студенттерге кәсіби тұрғыда меңгерсе. Мектепте дене шынықтыру сабағында Айкөне гимнастикасының элементтерін оқушыларға жасату. Сабақ үстінде сергіту сәтінде Айкөне гимнастикасын сынып жағдайында оқушыларға жасату. Айкөне жаттығуларын үй жағдайында жасауға арналған видео сабақтар құрастырылса, әсіресе қашықтықтан оқып жатқан қазіргі кезеңде өте қажет. Қазақи гимнастика Айкөнеге халықаралық тұрғыдан қолдау білдірілсе. Назарларыңызға рахмет.